Сәлеметсіздер ме? 10-шы сынып алгебра 3-ші тоқсан БЖБ 1 қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша БЖБ 1-дің тапсырмалары. Бізде мынадай 3 тапсырма берілген екен, ал ендеше бастайық. Енді бірінші есепте төмендегі суретте y-тің f(x) функциясының графигі бейнеленген. Енді берілген функцияның графигін қолданып келесі сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. А тапсырмасында F4-тегі мәнін анықтаңыздар дейді, тең деп қойын. Енді графикке қарайық. F4-те мінекей қарап тұрсаңыздар, мынау қарамен белгіленген мәнді аламыз. Сонда ол қарамен белгіленген мән y ол 5-ке тең болып тұр. Мінекей F4-тегі мәні 5-ке тең деп аламыз. Енді бұл тапсырмасын қараңыздар. Шек x ұмтылғанда 4-ке f(x) функциясын анықтаңыздар дейді. Енді қараңыздар, x-іміз 4-ке ұмтылғандағы f(x)дің мәні, яғни f4-тің мәні, ол бізде 5-ке тең екендігі жаңа біз А тапсырмасынан таптық. Енді с-ны қараңыздар. Функцияның x тең 4 нүктесіндегі үзіліссіздігін негіздеңдер. Енді ол үзіліссіздікті негіздеу үшін біз осы 4 деген нүктеге, мына 4 нүктесіне оң жақтан және сол жақтан ұмтылдырамыз, яғни бүйтіп жазайық. Шек x ұмтылғанда 4-ке оң жақтан ұмтылғанда f(x) функциясы ол неге тең? Қараңыздар, f(x) функциясына оң жақтан ұмтылғанда бізге мінекей мына нүктеге бара жатыр, 3-ке тең деп аламыз. Енді осыны сол жақтан ұмтылдырып көреміз. X ұмтылғанда 4 минус 0 f(x) тең. Ал енді сол жақтан ұмтылдыратын болсақ, мінекей мынау 3-тен келеді. Қараңыздар, мінекей мынау 3-тен оңға қарай. Сол кезде мінекей біздегі функцияның мәні мінекей неге келіп тұр? Y-іміз 3-ке. Бұдан шығатыны бізге осы 4 нүктесіне оң жақтан да сол жақтан да ұмтылғанда екеуінің мәні бір-біріне тең болып тұр. Осыдан біздің жаңағы функциямыздың үзіліссіздігін көруге болады. Келесі екінші есеп. Екінші есепте y тең x квадрат қосылған 1 бөлінген x функциясына x тең 2 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыздар дейді. Алдымен жанаманың теңдеуін жазайық. Y тең жанаманың теңдеуін жазу үшін f(x0) қосылған f', яғни f туынды аламыз, x0-дің мәні, және x минус x0 деп осындай жанаманың теңдеуін қолданамыз. Енді бізге керегін қараңыздар. X тең 2 нүктесінде, яғни x0-іміз 2-ге тең деп аламыз. Сонда бізге мына формула бойынша fx0 керек. Тең, яғни x-ның орнына мен 2-ні қойып жазамын. Сол кезде 2-ның квадраты қосылған 1 бөлінген 2 тең. Сонда 4 қосылған 2-ден 1 болып тұр. Бұл 4/2-ден 1-ді береді. Және бізде туынды керек. Яғни y' бұл f', тең. Сол кезде қараңыздар, туындалатын болсақ, x квадраттан туындалсақ, дәрежеден туындалғанда, x-тің n дәрежесінен туынды алғанда, білесіздер, дәрежесі алтына түседі, және дәрежесінен біреу кемейді. Сонда 2 түседі да, x-тің 1 дәрежесі болады, қосылған. Мына жерде 1 бөлінген x-тің туындысы, ол минус 1 бөлінген x квадратқа тең. Осыны пайдаланатын болсақ, осы формула. Сол кезде мына жеріміз минус болады да, 1 бөлінген x квадрат деп жазамыз. Енді осы туындының 2-ні орнына қойғандағы мәнін табайық. Сонда 2 көбейтілген 2 минус 1 бөлінген 4 болады. Сонда 4-тен азайтамыз, 4-тен 1-ді, ол бізде болады 3/4-тен 3-ге. Енді мынау формулаға әкеп қояйық. Сонда y тең fx0-дегі мәні 4/2-ден 1-ге тең болды. Қосылған туынды алып x0-ді орнына қойған кезде бізде 3/4-тен 3 деген мән шықты. Және x минус x2 деп жазамыз. Енді жақшаны ашып жазатын болсақ,
4,2-ден 1 қосылған 3,4-ден 3 x азайтылған. Мына жерде бізде бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, айналдырайық, иә, себебі біз көбейткенде қысқартуымыз керек қой. Сол кезде 2-ден 15 қалады. Тең. Ал енді жазатын болсақ, -3 қосылған 3,4-ден 3 x-ға тең болады. Мінекей, жанаманың теңдеуі осындай түрге келді. Келесі үшінші есебіміз. Келесі функциялардың туындыларын табыңыздар дейді. Бұл жерде яғни күрделі функциялар, иә. Енді астын қарайық. Y тең 3x квадрат синус x. Енді бұл жерде біздің u көбейтілген v-дан туындалудың формуласын пайдаланамыз. Яғни u-дан бірінші туындалып v-ны көбейтеміз, қосамыз, u-ды көбейтіп v-ның туындысына. Енді осыны жазайық, қараңыздар. Y штрих тең, яғни y-ден туындалатын болсақ, енді x-дің квадратынан туындаламыз. Сол кезде 2 алдына түседі де 3-пен көбейтіледі, 6, x көбейтілген синус x болады. Қосылған 3 көбейтілген u бізде x квадраттың өзін жазамыз. Енді синус x-дің туындысы ол бізде косинус x-ға тең. Мінекей осы қалпында қалдырсақ та болады. Немесе 3x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде 2 синус x қосылған x косинус x деп осылай өрнектеп жазсаңыздар да болады. Енді баз тапсырмасында y тең 2x қосылған 1-дің 5 дәрежесі. Бұл жерде де дәрежеден туындалуы 5 бірінші алдына түседі, көбейтілген 2x қосылған 1, 5-тен 1-ді азайтамын 4 болады, көбейтілген енді 2x плюс 1-ден туындалып жазамыз. Өйткені бұл күрделі функция болып тұр ғой ішіндегі. Сондықтан қараңыздар, енді 2x-тан туындалсам ол 2 болады. 2 мен 5 көбейтіліп 10-ды береді. Көбейтілген 2x қосылған 1-дің 4 дәрежесі. Енді С тапсырмасы. Y тең 2x бөлімінде 1 минус x-дің кубы. Бұл жерде қараңыздар, біз мына жерге жазайық формуланы. U бөлінген v-дан туындалудың формуласын пайдаланамыз. Сол кезде v квадрат бөлімінде алымында u-дан туындалып көбейтеміз, бұны азайтамыз, u көбейтілген v-дан туындалып. Мінекей осы формуланы пайдаланамыз. Ал енді жазайық. Осы формула бойынша 1 минус x кубтың квадраты болады. Енді u деп отырғанымыз 2x, 2x-тан туындалсақ ол 2-ге тең болады. В бізде 1 минус x-ның кубына тең. Азайтылған. Енді 2x-ның өзін жазамын, көбейтемін да. Енді v-дан туындалып жазамыз. Сол кезде 1-ден туындалсақ 0 болады. Минус 3x кубтан туындалатын болсақ, минус 3 алдына түседі. X-тан 1 дәрежесі келмейді, x квадраттың өзін жазамыз. Тең. Енді осыны өрнектеп ақшамдайық. Бөлімін өзгертпей жазамын. 1 минус x кубтың квадраты деп. Алымын жақшаны ашып жазайық. 2 минус 2x-дің кубы минус 2 минус көбейтіліп плюсті береді де 6x-дің кубы болады. Сонда тең. Алымында 4x-дің кубы плюс 2 қалады. Бөлімінде 1 минус x кубтың квадраты. Мінекей осындай түрге келеді. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда басқа да тапсырмалар шығатын болады.